Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Фируза, мен мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт боламын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жұмыссыздық пособиясын қалай аламыз. Осы сұраққа мен осы видео аралығында толықтай жауап беретін боламын. Видеоны толық қарауды ұмытпаңыз. Бүгінгі шығарылымда біз бірнеше сұрақтарға толыққанды жауап бере кететін боламыз. Олар: жұмыссыздық пособиясы дегеніміз не? Жалпы бұл жұмыссыздық пособиясын кімдер ала алады? Және жұмыссыздық пособиясын қанша мерзімге және қанша теңгеге дейін алуға болады? Жұмыссыздық пособиясын қалай және қай жерден біз өзіміз өтініш білдіреміз? Осы жайында сіздерге толыққанды жауап беретін боламыз, және жұмыссыз достарыңызға бұл видео ақпараты жіберуді ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Кеттік. Жалпы жұмыссыздық пособиясы дегеніміз не? Жұмыссыздық пособиясы өзі атау айтып отырғандай, жұмыссыз жандарға берілетін мемлекет тарапынан арнайы көмек болып саналады. Яғни, сіз жұмыссызбын деп бұл пособияны ала алмайсыз. Яғни, кімдерге нақты беріледі, сол туралы айтатын боламыз. Жұмыссыздық пособиясын нақты кімдер ала алады? Міндетті түрде осы уақытқа дейін заңды түрде жұмыс жасаған болуыңыз керек. Егер де сіз заңсыз түрде немесе ешқандай да договорға отырмай, тек қана солай жұмыс жасаған болсаңыз, бұл пособия түрін сіз ала алмайсыз. Және кемінде сізде 6 айға дейінгі зейнетақы қоры болуы керек. Жалпы балаңыздың жасы 1,5 жастан асқан болса, бұл пособия түрін сіздер де ала аласыздар. Бізде ала алмайтынды шектеулі жандар бар, яғни жұмыссыз, мүлде жұмыссыз, яғни бұрын соңды мүлде жұмыс жасамаған жұмыссыз жандар бұл пособия түрін ала алмайды. Және зейнетке шыққан студенттер, декретте отырған аналар бұл пособия түрін ала алмайтын болады. Жұмыссыздық пособиясын қанша теңге және қанша уақытқа дейін алып отыруға болады? Жалпы жұмыссыздық пособиясына қанша теңге түсуі, ол сіздердің осы уақытқа дейінгі жұмыс жасаған уақыттарыңызға, уақытқа дейінгі алған зарплаталарыңызға байланысты болып келеді. Жұмыссыздық пособиясын сіздер келесі жұмыс тапқанға дейін алып отыру мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни сіздер бұл пособияны ұзақ уақытқа дейін алып отыра аласыздар. Жұмыссыздық пособиясына қалай өтініш білдіреміз? Ең алдымен сіз жұмыссыз болып тіркелу қажет боласыз. Ең бірінші, сіз жұмыссыз болып тіркелу үшін жұмыспен қамту орталығына бару арқылы да тіркелуіңізге болады. Және онлайн, егер де сізге онлайн ыңғайлы болатын болса, еңбек.kz деген бізде арнайы сайт бар. Ол жерге кіру арқылы ең алдымен сіз жұмыссыз болып тіркелетін боласыз. Егер де сізде осылай өтініш білдіргіңіз келсе, бірақ уақытыңыз жоқ, немесе ноутбугыңыз жоқ, онлайн білдіре алмайтын болсаңыз, онда біздің арнайы мамандарымызға жүгінсеңіздер болады. Төменде мен WhatsApp номерлерді қалдырып кететін боламын. Сол жер арқылы біз сіздерге арнайы көмек беріп, жұмыссыздық пособиясын алуға өз көмегімізді беретін боламыз. Және бұл видеоны жұмыссыз жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Келесі шығарылым қандай тақырыпта болсын, сіздерге қандай тақырыпта мен пайдалы бола аламын, сол тақырыпты комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерге бүгінгі шығарылым пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерге ұнаған болса, сұрақтарыңыз болатын болса, төменгі комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Және егер де сіздерге бұл ақпарат ұнаған болса, мен сіздерге келесі видеода міндетті түрде онлайн қалай өтініш білдіруге болады, сол туралы арнайы видео сабақ дайындап қойдым. Сол видеоны салатын боламын. Ал қош сау болыңыздар.